Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді пахлава дайындаймыз. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Бізге ең алдымен тұз, разрыхитель, жұмыртқа, сары май және де қатық керек болады. Осылардың барлығын алып қамыр илейміз. Бірінші ұнымызға жарты шай қасық разрыхитель мен жарты шай қасық тұзымызды салып араластырамыз. Одан кейін сары майымызды салып крошка етіп қамыр илейміз. Сары май міндетті түрде үй температурасында болу керек. Қатығымызды, жұмыртқамызды салып жұмсақ етіп қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды 1 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Қамырды 6 бөлікке бөлулеріңізге де болады. Мен 4 бөлікке бөлдім. Өз қалауларыңызша жасауларыңызға болады. Қамырды жаюға кукурузный крахмал керек болады. Кукурузный крахмалмен жаямыз. Егер ол болмай жатса, ұнмен жаюларыңызға да болады. Өз қалауларыңызша жасауларыңызға болады. Мен рулет сияқты қылып жасадым. Қамыр өте жұқа, жайылу керек. Мен қамырларым кішкене неғып қалды, дұрыс шықпай қалды на видеода. Одан кейін дәл осылай етіп рулет ұқсатып жайып, ортасына дәнімізді сеуіп кесетін боламыз. Описание қалдырдым рецептін не қосатыны ортасына барлығында. Қалған 3 қамырымызды да дәл осылай жаятын боламыз. Неге осындай рулет сияқты болады. Бетіне сиробымызды сеуіп дастарханға қоя берулеріңізге болады. Бетін өз қалауларыңызша әрлесеңіздер де болады. Өте дәмді болып шығатынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.